Ассалаумағалейкум, қазақ елі, отандастар, жерлестер, бауырлар, туыстар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Сол бүгінгі мәселе баяғы ата заңымызға өзгерістер енгіземіз, референдум өткіземіз деген Тоқаевтың жыры. Өздеріңіз ендігі естіген шығарсыздар, қаржы министрінің айтуы бойынша осы референдумды өткізуге 16 миллиардтан артық ақша жұмсалмақшы. Қандай қыруар қаржы десеңші, сонда түкке керек жоқ. Халыққа 5 тиын пайдасы жоқ референдумға 16 миллиардтан астам ақшаны желге ұшырайын деп отыр. Әрине ол желге ұшпайды. Тоқаевтың жан-жағындағы желбақбайлардың осы солар өздеріне керек заңдарды талқылауға шығайын деп жатырған сұрақтарды жасап отырған, заңдарды жасап отырған желбақбайлардың қалтасына барып сол ақша қонады. Халықтың ақшасы сөйтіп солардың қалтасына барып қонайын деп отыр. Қандай арсыздық десеңіздерші, егер де сол референдум шынымен де халыққа керек болып, шынымен халықтың өзекті мәселесін көтерсе, халықтың жанайқайын естіп, соған бір жасалынып отырған референдум болса, онда не обидно демекші. Ал бұлар өтірік Назарбаевтың атын сол жерден жоямыз, өтеміз, бүйтеміз деген жалаумен өтіріктен халықты референдумға жиып алып, соның дауысын алып, ертең күні өздерінің арам пиғылдарын өздеріне керек дей қылып, ата заңымызды заңды жүзінде халықтың қолымен бекітіп алмақшы. Бұл референдумда ең қауіпті десек те болады сөз, президент саяси жүйеде басты рөлге ие. Саяси жүйеде президент басты рөлге ие. Бұл деген сөз бүкіл қазақ елінің тағдыры бір адамның қолында деген сөз. Бір адам шешеді, бір адам қояды. Міне, осындай опасыздықтары осылай жүріп жатыр. Енді осындай опасыздықтарын іске асыру үшін тағы да халықтың қалтасынан бұған 16 миллиардтан астам ақшаны алып отыр. 16 миллиард ақшаға қол сұғып отыр халықтың ақшасына. Көрдіңіздер ма, бұл арамза билікті? Бұны қайта-қайта айтатыным, Тоқаевқа ешқандай да сенім артуға болмайтынын, ешқандай да мүмкіндік беруге болмайтынын. Бұл деген өзін кешегі сол қанды қаңтарда да қолын қанға малып тұрып, бүкіл әлем көрді, бүкіл халық көрді. Сөйтіп отырған адамға әлде де сенім артайық, мүмкіншілік берейік деп отырған кісілерге айтып отырғаным. Одан қалды осы бір шамалы күнде бір видео жазбаға көзім түсті. Ол жерде Семей тұрғындары Астанаға келген ғой дем, әділдікті іздеп жүргендер. Сол Семейдегі, Семей облысы мекен, сол жерде алтын өндіретін бір мекеме бар екен. Сол жерде істегені бар, істемегені бар, істеп кеткендері бар. Солардың бәрін 60 адамдай, 60 кісіні бүгінгі күні қамауда ұстап отыр. Соларға сол мекемеден пәленбай миллиардқа алтын жоғалған. Сол алтынды ұрлады деген жаламен сол алтынды ұрлады деген жаламен 60 адамды қазір қамауда ұстап отыр. Кешіріңіздер, мына жерде кішкене бір тығырық болып қалды.
Міне сол жаламен қазір 60 адамды ұстап отыр. Сол 60 адамның ішіндегі тек қана 17 адамның ғана туысқандарының мүмкіншілігі бар екен. Бүгінгі таңда соны жаңағы әділдік іздеп, сол Астанаға келіп не істеп жүрген кісілердің. Енді бұл жағдай анау қаңтар оқиғасына дейін болған. Ол кездерде оларды қамағаннан кейін 3-4 айға дейін жаңағыларды қамаған кісілерді туысқандарымен кездесуге ешқандай да мүмкіншілік бермеген, ешқандай хабар ала алмаған. Міне оларды қинап, ұрып, соғып, жаңағыдай тырнақтарының астына ине тығып, сөйтіп мойындатқызып, қол қойдыртып алған. Я, біз ұрладық, біз сөйттік деп. А негізінде о кісілер алтынды көздерімен көрмегенде қолдарына ұстамақ түгіл ол жерде. Біреуі жаңағы күзетші болған, есіктің алдында тұрған. Сондай адамдардың бәрін, алтынға ешқандай да қатынасы жоқ кісілердің бәрін алып кеп, міне сол жерде жаңағы осыларға мойындатқызып жатыр бүгінгі күні. Осы соларды ұрлықшы қылып, соларды ендігі күні 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырайын деп жатыр. Сондай жаламен. Одан кейін, мынау қаңтар оқиғасынан кейін кісілер енді сұрайды ғой, мынау Масимов жоқ қазір. Масимов қазір жоқ, енді не болады десе, жоқ, сол жаңағы Масимовтың айтуымен әрі де бұлар сол жерде отыр да солай сотталады дейді. Сонда Тоқаев не ойын ойнап жүр? Көрдіңіздер ма? Масимов түрменің ар жағында отырса да, бүгінгі таңда сол біздің бауырларымызды, қандастарымызды түрмеде сондай жаламен, өтірік жаламен соттатқызайын деп жатыр. 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырайын деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Мынау Масимовтың түрменің ар жағында да отырып, қандай құзыреті бар екен. Ал соның бәріне енді қарап отырып, бұл Тоқаев өздерінің бір сол ойындарын әлі жалғастырып, халықты алдап отыр. Қазіргі күні ананы қамадық, мынаны өйтеміз, мынаны сөйтеміз деп, бәр халықты өтіріктен алдап отыр. Бұлар бір уақытты ұтайын деп отыр қазіргі таңда. Назарбаевқа да, Назарбаевтың туысқандарына да, Масимовтарға да, кешегі 162 олигархтарға да уақыт беріп, соларға уақытты ұтқыздырып отыр. Өйткені көріп тұр ғой, мынау Ресейде болып жатқан жағдайды, санкцияның астына қалса, ертең күні қандай жағдайға түсетінін. Міне, соған сондай болып ресейдіктер сияқты болып қалмас үшін жаңағыдай өздерінің ойынын жүргізіп, өздерінің ақшаларын жаңағы тығып, жыңқырып, әйтеуір қалай да болса құтқарудың іс-әрекеттерін қазір жасап жатыр деген ой. Сонымен халқым, алданбаңыздар бұл Тоқаевқа. Тоқаев ол қанішер, кеше қанды қаңтарда жазықсыз біздің балдарымызды қырды. Түрмеде әлі қинап жатыр, әлі отыр түрмеде балдарымыз, әлі шығарған жоқ соларды. Міне, осындай адамға қалай сенім артуға болады? Осындай адамның қолынан қалай марапат алуға болады? Кешегі кішкентай Айкөркем, ана салют екен деп өзінің басына кеп тиетін оқты түсіріп жүрген баламыз 12 жаста ма, 13 жаста ма? Міне сондай жасөспірімдер жазықсыз. Ешқандай да сол террористері қараңыздар. Енді осындай адамға сенім артып отырған кісілерді мен түсінбеймін де, түсінгім де келмейді. Мен ешқашанда ондай Тоқаевқа мүмкіншілік бермеймін де, берген кісілерді түсінбеймін де. Сол халқым, алданбаңыздар, ешқашанда мынау Тоқаевқа алданбаңыздар, бірігіңіздер. Бәріміз бірігіп, бір ауыздан ОДБК-дан шығатынымызды, Евразия одағында болмайтынымызды,
Ресеймен ешқандай да бір қарым-қатынасты қолдамайтынымызды, Ресейдің мынау Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді бәр жерде білдіріп жүрейік, бірігейік. Бірігіп, X күнін жақындатып, билікті қолға алып, жақсы өмірге бет бұрайық. Қазақ елі, аман болыңыздар. Алға қазақ елі.